Assalamu alaikum. Бүгін мен сіздерге мәд ғибат ережесін түсіндірем. Мәд ғибат дегеніміз, яғни аяттың ортасында оқып келе жатып, бізде дем жетпей сол жерде тоқтайтын болсақ, немесе аяттың соңында тоқтайтын кезде, егер де мәд әріпі келіп, оның алдындағы әріп тәнвинменен келіп тұратын болса, осы жерде тоқтауға байланысты біз не істейміз? Екіге созып тоқтаймыз. Мысалға, мына жерде добахан деп тұр, бірақ осы жерде, осы аяттың соңында біз тоқтайтын болсақ, добахан деп тоқтамаймыз. Добаха деп екіге созып тоқтаймыз. Яғни мәд ғибат осындай белгі кеп тұрған кезде добаха деп созбай тоқтауға да болмайды. Егер біз созбай тоқтайтын болсақ, бұл Құранда қате болады. Сол себептен мәд ғибат келген кезде, яғни мәд әріпі келіп, оның алдыңғы әріп тәнвинмен келген кезде міндетті түрде екіге созып тоқтауымыз керек. Енді аятты толық оқып көріңіздер, мұқият қараңыздар. Уәл-адияти добаха. Көрдіңіздер ме? Екіге созып тоқтадым. Міне осы